Ал Қазақстанның киелі жерлер географиясына енген нысандарды халық арасында кеңінен насихаттау жұмыстары басталды. Көкшетауда ескерткіш көненің көзі, тарихтың өзі атты іс-шара өтті. Қаладағы сауда орындарының бірінде ұйымдастырылған шараға шаһар тұрғындары мен қонақтары қатысты. Оның аясында сұрақ-жауап, кітаптар мен ақпараттық бұрыштар арқылы көпшілікке Ақмола облысындағы киелі нысандар туралы ақпарат берілді. Өңірдің 10 орны республикалық географиялық картаға енген. Олардың барлығында бүгінде QR-кодтар орнатылған. Бұл жаңашылдық нысан туралы ақпаратты жедел алуға мүмкіндік береді. Киелі жерлер қатарына алынған нысандар мен орындарды кеңінен таныстыру жұмыстары жалғасын таппақ. Жалпы ұлттық 100 нысан, одан кейін жергілікті 500 нысан болып кітап шықты. Соның аясында Ақмола облысы бойынша 43 нысан осы тізімге, киелі жерлердің тізіміне еніп отыр. Енді бүгінгі өтіп жатқан шараның негізгі мақсаты осы 43 нысанды ары қарай насихаттау жұмысы. Яғни біз оларды бәрін тізімге алдық, енді насихаттау жұмысы. Енді бүгін осы бірінші рет осындай форматта өтіп тұр, әрине өте қуанарлық нәрсе.